Қайырлы күн, миленеш оқырмандар. Алдымен видеоны көрмес бұрын осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Арманды реализацияға айналдыруға көмектесетін 5 ережемен таныс болыңыздар. Бірінші ереже: арманыңызды қағазға түсіріңіз. Біз үнемі қиялдап, армандағанды ұнатамыз, бірақ оны қағазға түсіруге мән бермей жатамыз. Қағазға түсірген сәттен бастап, оны тек арман деп қабылдамай, серьезно қабылдай бастаймыз. Екінші, арманыңызды орындалу уақытын белгілеу керек. Не үшін деп ойлауыңыз мүмкін. Мысалы, сіз Camry 70 алуды армандайсыз. 2023 жыл қыркүйек айында аламын деп жазсаңыз делік. Сол кезде сіз машинаның бағасын біліп, қалай ақша жинау керектігін ойлай бастайсыз. Мүмкін кішігірім кәсіп бастауыңыз мүмкін. Бір жағынан қарасаңыз, сіздің жаңа қырларыңызды ашады және уақытыңызды тиімді пайдаланып бастайсыз. Үшінші, арманды осы шақта жазып үйреніңіз. Жазғы демалыста Түркияға барамын деп емес, жазғы демалыста Түркияға бардым деп жазыңыз. Бұйырса, нәтижесін өзіңіз байқайтын боласыз. Төртінші ереже: болымсыз етістікті қолданбаңыз. Мен кедей болғым келмейді. Дұрыс жазылған ба? Жоқ, дұрыс емес. Сіз кедей болғым келмейді деген тілегіңіз автоматты түрде кедей болғым келеді деген мағынаны білдіреді. Сол үшін де позитивті ойлап, мен бай болғым келеді деп жазыңыз. Бесінші, детальмен жазып үйреніңіз. Егер коттедж үй алуды қаласаңыз, оның қанша бөлмелі болатынын, бөлмеңіздің спальнин, ас үйдің жиһазына дейін детальды түрде жазыңыз. Визуализацияны қосуды ұмытпаңыздар. Электронды армандар картасы акциямен 800 теңге алу үшін менің төмендегі WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Армандаңыздар орындалады.